Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз әдебиеттік оқу пәнінен біз қиялдай аламыз тақырыбымен танысатын боламыз. Бүгінгі сабақта сендер шығарманың композициялық құрылымын анықтайсыңдар, түрлі дереккөздерден ақпарат аласыңдар. Ең алдымен мына тапсырмаға назар аударайық. Суреттердің көмегімен жасырылған мақалды табу қажетпіз. Қане бірге ойланайық. Ал енді жауабымызды тексеріп көрейік. Дұрыс айтасыңдар. Батыр туса ел ырысы, жаңбыр жауса жер ырысы. Бүгін біз толағай туралы жырдан үзіндімен танысатын боламыз. Оның авторы Әбділда Тәжібаев. Тірек сөздермен Әбділда Тәжібаевты байланыстырып көрейік. 1909 жылмен Әбділда Тәжібаевты не байланыстырады деп ойлайсыңдар? Алтынай мен Әбділда Тәжібаевты не байланыстырады? Ал жаңбырмен ше? Толағай мен Әбділда Тәжібаевты не байланыстырады? 1998 жылы не болуы мүмкін? Ақмешіт, яғни Қызылорда қаласы мен Әбділда Тәжібаевты не байланыстыруы мүмкін? Ал енді жауабымызды тексерейік. Әбділда Тәжібаев 1909 жылы Ақмешіт, яғни Қызылорда қаласында дүниеге келген ақын, драматург. Балаларға арналған өлеңдері оқуға жеңіл әрі қызық. Ақынның табиғат құбылыстары туралы Алтынай, көкек, жаңбыр, толағай, қыз ата, қыс пен жаз тағы да басқа өлеңдері бар екен. Ал енді толағайдан үзіндіні тыңдап алайық. Сонау ертіс жағасында болған біреу саржан атты. Жұбайы өзіне сай, атай сұлу ақ маралдай. Дүниеге бір бала келді, 30 күндік мерекені, естен кетпес берекені сол ауылға ала келді. Ақ сақалдар қол көтеріп, жас бөбекке бата беріп, толағай деп қойып татын. 7 жаста садақ атты, атқан оғы тас туатты. Жай отыннан кейін емес, темірден де өткізеді. Жылдар өткен, жазғы тұрым, басталды бір жаман ырым. Жаумай жауын жалғыз тамшы, ерте солды гүл бәйшешек. Еркін өспей қурады шөп, ел күйзелді ем таба алмай. Жалбарынды тілеп жауын, көкжиектен көзін алмай. Сезген мұны толағайда, сабырсыздық болды пайда. Қайтсем жауын жаудырамын, ел сусының қандырамын. Көп өтпеді бір күндері, шешесіне еркеледі. Тағы да бар бір сұрауым, көп жауады қайда жауын? Білсең апа, айтшы деді. Айғақ ете үлкендерді. Апа тайы жауап берді. Деген сөз бар тауда тандыр. Қарлы шыңды тау жерінде, Тарбағатай өңірінде үзілмейді жылда жаңбыр. Толағайың тыңдап алды, екі беті гүл-гүл жанды. Кідірмеді жүріп кетті, асқар тауға келіп жетті. Таңдап жүріп тау жотасын, талғай қарап орман тасын. Көңілі сейген бір шат қалды, ұзақ ырғап бөліп алды. Арқасына салды дағы, келген ізбен қайт оралды. Арқалады ауыр тауды, маңдайдан тер көл боп ақты. Жеткенше демалмаймын деп, шаршаса да тоқтамапты. Тау жақындап қалды келіп, бұйраланған бол төңгеріп, таңданысты көрген адам толағайлап шулап халық. Қуанбаған қалмады жан, құйды жаңбыр сел боп ақты, күңгір күреп шатырлатты. Шөлдегендер суға қанды, ауыл қайта ажарланды. Көнен киіп шөккен кезде сүрінді алып әлденеге, кетті құлап тұра алмады,
қайта қару қыла алмады. Апа, деді жалғыз ғана. Тауда басып шөге берді. Апасы жас төге берді. Ауысыпты заман талай, аты алғалы тау толағай. Сон үлкендер ерте кеткен. Оқушылар, үзіндіні мұқият тыңдап болсақ, шығарманың композициялық құрылымын анықтайық. Ол үшін біз шығарманың басталуы, шығарманың дамуы, шығарманың байланысы, шиеленісуі, жарықтау шегі және шешімін анықтауға жетпіз. Ал енді жауабымызды тексеріп көрейік. Шығарма Саршан атты мерген туралы үзіндіден басталады. Шығарманың дамуы толағайдың дүниеге келуі. Байланысы әкесімен аң аулауға шығуы. Шиеленісуі ел жағдайының нашарлауы. Шарықтау шегі толағайдың жолға шығуы. Шешімі толағайдың еліне жауын жаудыруы. Сендердің барлықтарың сұраққа дұрыс жауап берді деген ойдамын. Келесі тапсырма үзіндіден сусыз күйзелген халықтың жай-күйін анықтауға жетпіз. Қанекей, мұқият оқып шығайық. Ал енді жауабымызды тексерейік. Сусыз күйзелген халықтың жай-күйін суреттегенше, еккен егін өнбей жерге, еккен еңбек ұшты желге, ел күйзелді ем таба алмай, жабырқаған жарлы қауым, жалбарынды тілеп жауын, көкжиектен көзін алмай екен. Барлығымыз дұрыс жауап бердік деген ойдамын. Келесі тапсырма үзіндіден толағайдың ерлігін суреттеудегі әсерлерді табу қажетсіңдер. Өлеңді мұқият оқып шығыңдар. Жауабымызды тексеріп көрейік. Көңілі сүйген бір шат қалды, ұзақ ырғап бөліп алды. Өркештенген түйінінен басындағы қарын қоса, бауырындағы аңын қоса, шайқап бұлақ көк орманды, күшпен әрең алды дағы, арқасына салды дағы. Келген ізбен қайта оралды, арқалады ауыр тауды, жаншып бара жатыр жанды, маңдайынан тер көл боп ақты, жеткенше дем алмаймын деп, жарты жолда қалмайын деп, шаршаса да тоқтамапты. Ендеше оқушылар, бүгінгі сабақта сендер шығарманың композициялық құрылымын анықтадыңдар, түрлі дерек көздерден